Ауылдағы тіршілік тек қана мал жайлау емес, сонымен қоса осындай қиын жағдайларда болып жатады. Қазір міне көріп тұрғандарыңыздай қашарымыз төлделмей жатыр. Ондай жағдай бұзау қисық келіп қалса болып жатады. Яғни біздің жағдайда бұзаудың бір аяғы қисық келді. Бұзау неге қисық келеді, немесе айналып кетіп жатады, біліп жатсаңыздар комментарийда бөлісіп жазып отырыңыздар. Менің болжамым, мына қашар жақын арада бәтпаққа батып қалған болатын. Соны шығару үшін біз оны аунатып, итеріп, әзер шығарғанбыз. Мүмкін сол жағдайға байланысты бұзауы айналып қисық келіп қалған шығар. Құдайға шүкір, оның төлделмей жатқанын біз уақытылы байқадық және көмектесе алдық. Бұзау да аман, қашар да аман қалды.